Тәңірім, кеше көрдім кесірімді, аспанға жалам сенің есіміңді. Шеше, тербете бер, құлақ алған иілген кесіріңді. Шеше, сен бақыттысың, жыламадың, жай түсіп, жатқанда да сұламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан да жыламадың. Аға, ертең қияметте анаңызбен Тирадус жәннат есігінде бірге жолыңызды Алла Тағала нәсіп етті. Сізге сол үлкен бақытты жол басыңызбен. Енді Алла Тағала осы бауырыма сол сөзді салдырған шығар деп ойлаймын да. Менің арманымда, ойымдағы нәрсені аузына салдырды да. Осы себепші болған шығар бауырым. Құтты болсын, айқұлы құтты болсын бауырым. Мен шыққан нәрсе көп қуаныш сыйламайды бауырым. Саған сыйлайтын шығар. Маған Алла Тағала қабылдаған нәрсені сенің аузына салды да. Осы себептен саған бауырым игілік көп адам болады, білесіздер ғой, біреу тілек айтса, ана тарып бірақ айтады. Бұл жігітті ортаға шақыртып бір ауыз тілегін алғашты, аты үшін тілек айтты, нәсіп тұтты ғой бұған. iPhone 14 сыйлады міне. Ал ол болмаса не жұмыс істейсің жалпы, негізі? Мен неге жұмыс істеймін? Осы қоя жұмысын, қаяқта оқисың? Мектепте. Мектепте оқисың ба? Мектепті бітіресің, оқысаң да дальше оқымасаң да, тестовый компаниясына міне тестовый компаниясына Қайырген ағамыздың шынайы сөзі бүгін естідік әңгімесін бадар әкеп беріп отыр ғой. Шынайы сөзі үш жерде дәлелденіп отыр да, бұл жігіт дәрежесі жоғары болады. Тестовый компаниясының алдында. Саған көрдің ба? Тестовый компаниясына бір орын. Смело жұмысқа кіресің, жұмыс істейсің, енді бауырым бар ғой, ана біраз официанттардың күйіп отыр, неғымен айдасам дегендей деп ше. Біраны iPhone өзіңе қолына 60 мың теңге, братан, шын ниетімен 60 мың теңге берді, 80 мың теңге берді, осы 80 мың теңгені бүкіл официанттарға бөліп берші. Болды ма? Осы теспе, жалпы Қайырген ағамыздың барша журналисттерінің атынан бүкіл официантқа подарок болсын. Құтты болсын.